Şäktеп oturganda sol jan-jagıma bulay qarasam, қазақша сөйлөгөндөр бар. Bir вакытта музыка койду. Домбуранын дыбыс ушкучтун ичинде. Бул дүйнөдө болмаган нерсе. Менин жүргөн жерлеримде болмаган нерсе. Ауылға туған барып қайт, шалғынға аунап, құмында ойнақ салып қайт. Өр болып келер біз жақтың азаматтары, намысты соның көкірегінде жанып қайт. Барып қайт балам, ауылға туған барып қайт. Делесі делі шөгілден мидай далама, арала бәрін қалдырмай балам, арала. Шомыла барсаң байқарсың күміс көліңе, іздерім жатқан секілді менің жағада. Арала бәрін, орман ба тау ма дала ма. Ата-бабаларымыз Шығыс Қазақстаннан шықты деп естиміз. Менің аталарым Әлкенбай, Төлебай деген кісілер болған. Бұл кісілер ел сұраған, би болған, бастық болған кісілер. Менің әкемнің аты Кәбен. Ол кісі кітаптар жазған, бірақ енді басылып шығылмаған. Үйде әлі бар о кітаптардың барлығы. Ол кісі қажыға барып келген. Сондықтан Қажы Кәбен деп біледі ол кісіні. Өзі күрескен екен, көп балуан болған кісі екен. Шығыс Қазақстаннан Қытай жағына барып, Баркөл деген жерге барып, орнасып, ол жерден көш бастаған ғой. Көш бастап, мына Алтай тауларын өтіп, Гималаядарды өтіп, шөлдерді өтіп, мыңдаған қазақ жолда қырылған. Бұл енді үлкен тарих болып та есептеледі. Одан төбетті асып, Үндістанға, кейбірі Пакистанға барған. Ол жерде бір көп тұрғандар да болған енді, қазақтардан 10 шақты жыл тұрғандар да болған. Біздің ауыл онша көп тұрмаған екен, Түркияға барған. Түркияға барғаннан кейін Түркия бізді қабылдап, бауырларымыз деп, қандасымыз деп келген қазақтарға үй берген, жер берген, жардам берген. Осы күнде тұрмысымыз Германияда, ауылымыз Түркияда, Қазақ кент деген қаламыз бар. Еуропада тұратын туыстарымыз құда болып қыз алып қыз беріскенде, сол ауылға барып тойдарын істейді. Енді біз шетелде жүріп Түркияның сыртында дейік. Еуропада, мисал Мюнхенде, Көлінде, сондай жерлерде өлім болатын болса, сол өлімді жерге қоймай алып кетеді. Түркияға апарып, жаназасын оқып, бірақ қояды. Осы Шоқан бабамыз жатыр. Мынау тастың өзінің оригиналы музейде жатыр. 1970-те Тайванға кеткен, Қытайға. Ол жерде оқыған, қытайша үйренген. Сол барған кезде менімен бірге болғанда қазақтың жігіттері бар. Қытайша үйрендік, оның мектепке түстік, жоғары мектеп, университет сол жерде оқыдық.
Бул сиздерге көрсөтүп жүргөн спортту биз сол жакта үйрөндүк. Тайванда болдум, Кореяда болдум, Жапанда болдум, Гонконгдо болдук. Сингапур енді былайынан Асия жагында көптөгөн жерде болдум. Assalamualaikum. Qadrli iýgi jakty jamaat. Taekwondo endi men kıска sizge bir aytıp öteýin kanday nemenesi deydi. Te деген аяк деген söz. Kuon deydi, juduruktu kuon deydi. Do endi bunun endi maganasy öte ulkan. Do ruh deydi, do jol deydi, do disiplin deydi endi. Endi bunun nemenesi öte köp. Solunda koşkanda juduruktun, ayaktın, ruhtun, terbiyenin, her nersesinin jolu bolady endi. Taekwondo burun 2000 yıl burun Koreýada çykkan eken. Keşke ala sapranda uzak alыс yerge barıp Karabalapanım kay vaqta Kazaktın kuanışı bol, kavursunun sınbasın, kanatın kayrılmasın. Apa köp rahmet sizge. Mektep açmadan burun meýan üretken ustazlarımdın mekteplerinde üretken. Sonda 4-nji damda 1977 algan edim. Ondan keyin sol algaç Germaniýaga geldik, o jerde üýlenip, magan üretken kisiniň atyn salyp açdym onu. Magan kança jyl üretdi goý. Ogan bir rahmet aýtdy. O kisiniň atyn şo jakka alyp barup degi. Mekteptiň atyny Hong dep goýgan. Menim ustazymyň aty Hong Sang ne diýdiň kisi bolatyn. Koreýalyk özü. Endi onun ülkön mugallama o kisi Park Iman degen dünýede jalgyz adam endi. Şol kislerden üýrendik. Münchinde açkan mektepten keyin Türkiýede, İstanbul'da bir mektep açtık. Ol İstanbul'da bizden Kazaklar turatın jerde. Al endi Kazakstanda mine mektepler açıp jatyrmyz. Bu mektepde öşürdegi öz bawurlarym üýrensün degen niýetden birinçi niýetimiz osu. Öşürde Bekseyit degen azamat baskarady onu. Bizde wagtymyz bolganda kep turamyz, jiýgep öşürden sol jaksy sportçylарды alyp ketip, ana jakdagy mektepke üýrenetiň gyp süýtüp goýamyz. Века. Он был построен на могиле основателя династии Караханидов Садык Багда Карахана. В каком году? В XI веке. Он bir 100 yılında kuruldu. На могиле Караханидов. Основателя династии Караханидов Садык Багда Карахана. Перед смертью собрал он своих верных джигитов и попросил, чтобы похоронили его на высоком глиняном холме, откуда можно было бы видеть мавзолей Айша Биби. Ölen vakitte Cigar kendi demiş ki beni büyük Olur dep kanday suraýdyn ediň şaýlawdy. Sıbagan üçün bir gozu sonda baýlawly.
арғымақ тартар ағайын, алтынды серлі ер тұрмандар сайлаулы, жайлауды қайтарсың өзің көзіңмен көріп жайлауды. Ауылың жайлы қиялыңменен елессің, айналып шында ғажайып күйге енерсің. Атаң мен марқұм бабаңның сонда бейті, соға кел қалқан елемей кетті-ау демесін. Соға кел қалқан елемей кетті-ау демесін. Басына барсаң түс ауып кетпей ерте бар, қасыңа балам жөн білер біреу ерте бар. Атымнан менің топырақ таста иілі, әкеңнің осы сағыныш күйін шерте бар, шерте бар. Сағыныш деген бөлекше бір жері бар. Сағынышты. Көптеген енді ұлттар іздейтін нәрселері бар. Ондай-мұндай енді дүнияның немелерін іздейді. Енді қазақ көбінен туысы іздейді. Елін іздейді. Сіздер әзір елдің ішінде, ауылдың ішінде жүрсіздер. Сіздер мүмкін біз ұқсап сағынбайсыздар. Біздер енді шетелде жүрміз. Кейде ойлайсыз, мен барлығының елі бар, менің елім қайда деп. Шетелде жүрген қазақтар санымыз аз ғой, жоғалып кетуіміз мүмкін. Сондықтан біздің ақсақалдарымыз қазақтың әдеттерін, тілін, дінін ұмытпасын деп үйде қазақша сөйлейміз. Қазақтың үлкен деген тарихы болған. Сол тарихымызды бір бақтар бұны білу үшін айырған. Мисал, орта жүздің ішінде Найман, Найманның ішінде Бәйжігіт, Бәйжігіттің ішінде Мәмбет дейді. Бұларды үйреткен бізге әкелеріміз. Бірақ біз бәріміз қазақпыз. Ал енді өшірі келгеннен кейін мен бір кей нәрселерді көріп қалдым. Ренжімесеңіз мен айтайын. Мен енді көшелерде жүріп араладым. Маған көптеген бауырларым келді. Олармен кездесіп, сөйлесіп сөйттік. Сонда көптеген бауырларым тіл білмейді екен. Біз тіл білмейміз деп жүрсек, біз өз елімізге келіп Қазақстанда тіл үйренеміз деп жүрсек, осы жердегі жігіттер, осы жердегі баладар тілден айырылып қалды. Біз кімден үйренеміз? Сондықтан тіл өте күшті нәрсе. Ел жоғалу үшін алдымен тілі жоғалту керек. Онан кейін дінді жоғалту керек. Енді біз дінімізді жоғалтып алсақ, біз Құдайды танымасақ, біз әлхамдулилля мұсылманбыз дейміз ғой. Енді мұсылманның шарттары болады. Оларды білмесек, біз онда әкемізді, шешемізді сыйламаймыз. Біз жанымызда жүрген жолдасымызды сыйламаймыз. Біз онда елімізді сыйламаймыз. Әдетте жоғалса, атада жоғалды деген сөз. Тіл, дін, әдеттеріміз бір болуы керек. Бізден кейін келетін кішкене ұрпақтар өсіп, оларда кінә жоқ.
Кабарда салмай жүргөндө, бири-биримизди таба алмай сүйтүп жүргөн кездерде биздин аксакалдарыбыз жылайтын. Энди кейбир аксакалдарыбыз сол көрсөтпөй да жылайтын. Сонда алгаш рет менин өз агам болот, Мансур деген, Мансур Тайжы деген киши. Бул киши Кытай жагына барып, бул жердеги элимизди, жеримизди тапкан эди. Сонан кийин бир барып келингенден кийин эл табылды деп кабар келди. Кабар келгенде сол чет элде жүргөн элдер чуулдап, сол бир кичкене келген кассетени, алып келген кассетени, бир дыбысты, ол менин туусумба эмеспи деп, оны эмес, сол элдин кабарын алайык деп, сол баарлыгы сол жерге барып, таң эртең отурат, ага тагы сала берет, жүргүзө берет агыны. Сол бир канча күнүн ичинде бузулуп да калды. Оған оны тыңдай алмаган үлкен апаларымыз жылап. Мансур агам талай барды, талай кісілердің туыстарын тапты. Ертелі кешті қуалай бермей ойынды, бірауық балам арманға жүздір ойымды. Көпшілік көзі сынағыш келер мұндайда, абайлап басып түзетіп ұсқа бойыңды, абайлап басып түзетіп ұсқа бойыңды. Барқай балам, ауылға барқай, шалғында аунап, құмында ойнақ салғай. Біз жақтың қызы ибалы келер, құлының жарқ етіп жанып, жанарын шоқ боп қарып